20-30 жылдан кейін бізді не күтіп тұр? Жаһандану жағдайында болашағымыз қандай болмақ? Келешек көзге қандай болып елестейді? Оның жарқында сенімді болуы жаңа буын өкілдерінің қолында. Болашақты жоспарлау керек деп ойлаймын. Және ол жоспарлау уақыты сіздің мақсатыңызға байланысты болу керек. Керемет бір мақсатқа жету үшін сіз оны мысалға бір 50 жыл бұрын жоспарлауыңыз да мүмкін. Және егер қарапайым мақсаттар болатын болса, онда сіз 1 жыл, 2 жыл жоспарлауыңыз мүмкін. Мен өзім бірінші 6 сыныпты ауылда оқыдым. Талдықорған қасында Бақтыбай деген ауылда. Және сонда оқып жүрген кезде мен білімімді жоғарылату керек екенін түсіндім. Сөйтіп қалаға лицейге бардым. 7 сыныптан бастап 20-шы лицейде оқыдым. М1Х1, М2Х3. Сол жерде мен бірінші рет өзімнің мұғалімді кездестірдім. Полянский Сергей деген тренер болатын. Правильно? Это у нас значение икса. Ол маған жол ашып берді. 7 сыныптан бастап мен олимпиадамен айналыстым, математикадан. М2 плюс и так далее, плюс МН. Это легко доказать. Мен 9 сыныпқа өтерде қалада Назарбаев зияткерлік мектебі ашылатын туралы естідім. Сөйтіп, мен сол мектепке түсу үшін дайындалдым, және математикадан және физикадан экзамендер тапсырып, сол мектепке өттім. Негізі Назарбаев зияткерлік мектебінде мен терең білім алдым. Былайша айтқанда, менің білімімнің фундаменті сол жерде қаланды десе болады. Біз келесі формуланы аламыз. Теңсіздікті жазайық. 1 плюс С, үлкен немесе тең, 2 бар астына 1 С. Математика тек қана сол мектепте қандай да бір теңдеулерді шешіп, немесе синус косинуспен аяқталып қалмайды. Негізі кез келген саланың ішінде математика кездеседі. Мысалға 3D моделирование дейді. Сол мысалға математика. Математиканың ішінде мысалға ол геометрия. Геометрияда өткен нәрсенің барлығы мысалға сол 3D моделированияның ішінде кездеседі. Немесе мысалға қазіргі уақытта сіздер интернетті қолданасыздар. Интернеттің іші математикаға толы. Сіз мұндан отырып, қазір Америкада бір досыңызға хат жазып жүріңіз. Хатыңыз аман есен жету үшін түрлі алгоритмдер қолданылады. Сол алгоритм барлығы математика арқылы. Қазір мобильный банкинг деген бар. Сіздің жіберген ақшаңызды интернетте алаяқтар жолда ұстап алып, өздеріне алып қалмау үшін қандай да бір қауіпсіздік керек. Математикада жай сандар деген бар. Жай сандардың өзінің ерекше бір қасиеті бар. Сол қасиетін қолдану арқылы, мысалға интернетте қандай да бір қауіпсіздік. Назарбаев мектебінде оқып жүрген кезде мен Назарбаев университетіне түсетінін білдім. Және осы Назарбаев университетінде бізге берілетін мүмкіндіктердің молшылығы мені бірден қызықтырды. Университетке түскен кезде 2 ойым болды. Біреуі математикаға бару, екіншісі компьютер сайенсқа бару. Мен ақпараттық технология саласын таңдадым. Қазіргі уақытта ең қарқынды дамып келе жатқан сала. Бүгін бір нәрсені оқып жатсақ, ал ертең жаңа бағдарлама тілі шығуы мүмкін, мысалы. Барлығы соған ауысады. Және оны оқып жатқан кезде тағы жаңа бір нәрсе шығады. Әрдайым осы қандай жаңалықтар болып жатыр, соны біліп жүру керек, және әрдайым өз біліміңді шыңдап отыру керек. Біліммен айналысу үшін ұзақ уақыт бір жерде отырып,
нәрсені оқу керек мысалға. Ол үшін де денсаулық керек, ол үшін шыдам керек. Ал ол шыдам тек қана спортпен айналысу арқылы келеді. Назарбаев университетінде түрлі секциялар бар. Арасында мен өзіме ең жақын дзюдоны таңдадым. Мен оның әр жаттығуына кешікпей баруға тырыстым. 4 жыл бойы университетте There may be some pixels here and the spike looks like here and these pixels. Университетте бізге тек қана білім берген жоқ, онымен қатар бізге тәуелсіз ойлануды, өз пікірімізді айтуды үйретті. Біз мысалға мұғалімдермен тек қана мектепте, сыныпта ғана емес, оның сыртында да, университеттің сыртында да сөйлесе аламыз. The picture at an angle. Yeah, we also. And if there, for example, some segmentation, we add to here past 9. Кез келген уақытта олардың кабинетіне кіріп, өзімізге керек сұрақтарды қоя аламыз. Олар ары қарай қандай оқу орындарына түсуге болады, қандай салаларға барған жөн, сол туралы олармен түрлі тақырыптарға сөйлесе берсе болады. What's your plan? Did you get a job? Yeah, I have job now. I'm now working in some little project. I'm working on this project now, but I have also other plans. Like next week, I will have interview with Booking. Oh, Yeah, yes. they sent me for some problems. They give me chance to take interview, and so next week I have. That will be on the phone. Yeah, it Your would be on phone. And университетте оқыған 4 жылым көзді ашып жұмғанша өтіп кетті де, диплом беретін күннің қалай жақындағанын байқамай қалдым. Бұл күні дипломды 737 студент алды. Олар арасында бакалаврлар болды, магистранттар болды, докторанттар болды. Дипломды алған кезде өте бақытты болдым. Өзім бір мақтаныш сезімі пайда болды. Достармен бірге бірдей мантияда жүрдік. Және осы барлығымыз бірдей мантияда жүргенде өзімді бір үлкен маңызды нәрсенің бір бөлігі ретінде сезіндім. Баршаңызды диплом тапсыру рәсіміне орай шын жүрегімнен құттықтап, үлкен табыс пен бақыт тілеймін. Бізге үлкен өмір артқанын білдіреді. Сол себепті менде елбасы келген кезде бір жауапкершілік сезімі пайда болды. Және сол елбасының үмітін ақтау керек деген ой пайда болды. Қазіргі уақытта дипломды алып, мысалға 50 жыл бойы сол бір дипломмен жұмыс істей беруге болмайды. Ойдан әрдайым аулақ болу керек, әрдайым үздіксіз білім алып отыру керекпіз. Қандай да бір жаңалық шықса, бірден соны меңгеру керекпіз. Егер бәсекеге қабілетті бола алмасақ, біз көштің артында қалып қаламыз. Сол себепті елдің дамуы үшін әрдайым жаңалықтармен қатар жүру керекпіз. Университетті бітіргеннен кейінгі өмір осы өмірімдегі жаңа қадам болып табылады. Өте маңызды қазіргі уақыт. Бұл кезде мен осыған дейін алған білімімді
көрсететін мүмкіндік. Мен 4-ші курста оқыған кезде мені Computer Vision Technologies деген IT компаниясы жұмысқа шақырды. Бұл компанияда мен көлік қозғалысының қауіпсіздігімен айналыстым. Астана үлкейіп жатыр, соған байланысты халықтың саны да көбейіп жатыр, жаңа жолдар салынып жатыр, жаңа ғимараттар салынып жатыр, және оның барлығы қалада көліктердің көбеюіне әкеп соғады, және бұндай қалада өмір сүру қолайлы болу үшін қалада көлік қозғалысы қауіпсіз болу керек. Менің жобам осы салаға байланысты болып келеді. Біз қаладағы көліктердің қозғалысын реттейміз. Бұл салада жұмыс істеу маған өте қызық. Себебі бұл салада біз түрлі алгоритмдерді ойлап табамыз. Әрдайым бір жаңалықтарды өзімізге ашуға тура келеді. Кейде тым қызығып кетіп, жұмыстан кейін қалып, кешкі сағат 10-11-ге дейін отыратын кездеріміз де болады. Ата-аналар көбісі балалар қиыншылық көрмесін деп, мысалға, көп нәрселі оларға сатып береді, немесе көп нәрсеге балалардың қолы оңай жететіндей қылып жасап қояды. Негізі мен онымен келіспеймін. Балаларға көмектесу керек, бірақ көмектескенде оларды тек қана бағыттап қана отыру керек. Оған мысалға бір зат керек болса, оны толығымен бере салмай, сол затты қалай алу керек екен, соны бағыттау керек. Негізі маған ата-анам мына мектепке түс, немесе мына университетке түс деп ешқашан айтпаған. Олар тек қана мен білімге деген махаббатымды ашты. Ал ары қарай барлығын мен өз қолыма табыстады. Жан-жақты көп сала дамып келе жатыр. Қазір жастарды New Generation дейді ғой, сол саланың барлығын қамту үшін жастар жылдам білім алу қасиеті болу керек. Қазір жасыл экономикаға ауысып жатыр, соны меңгеру керекпіз. Және соның барлығын меңгеріп, өзімізді күнделікті өмірімізге және мемлекетіміздің дамуына қолдану керекпіз. Экспо көрмесі бізге көп нәрсе беріп жатыр. Экспода бізге көптеген инвесторлар келеді, және көптеген Қазақстанның ғалымдары өздерінің проекттерін сол инвесторларға көрсету мүмкіншілігі пайда болады. Онымен қатар көптеген жаңалықтарды ең бірінші рет бізді Қазақстанда, Астанада көрсетілетін болады. Оны бірінші болып меңгеру мүмкіншілігіміз пайда болады. 4 жыл бойы Астанада тұрғаныма өте бақыттымын. Осындай көркейіп дамып келе жатқан қалада тұру мен үшін мақтаныш. Мен мысалға 1-ші курста келген кезде біздің университет қаланың сыртында болған еді. Ал қазір болса қаланың ішінде. Қала осымен тоқтамайды ғой, ол. Дәл қазір 2050 жылға үңілу өте қиын. Алайда болашақтың қандай болатыны біздің қазіргі жасап жатқан жобамызға тікелей байланысты. Болашақ деген біздің осы күнде қазіргі жасап жатқан ісіміздің жемісі деп ойлаймын. Бүгінде Астана қаласының орташа жас мөлшері 30-35 шамасында. Осы көрсеткіш бойынша Астана еліміздегі тұрғындары ең жас қала саналады. Жыл сайын елорда халқы 30-40 мың адамға толығады. Олардың басым бөлігі Қазақстанның жаңа буын жастары.